Жеті шелпектің пайдасы. Баяғыда бір жолаушы келе жатып сандық тауып алады. Ашып қараса, ішінде алтын тас жатыр. Құдайым жоқ жерден берді ғой деп шаттанған бейбақ алтынға қолын соза бергенде алтын тас үлкен жыланға айналып өзіне тап береді. Ей бейшара, не тапсаң да өз сорыңнан көр. Сандықта жатып 1000 жыл бойына біреу мені босатса алтынмен аптап, күміспен қаптаймын деп тіледім. Ешкім құтқармады. Бүгін кім құтқаратын болса соны жұтамын деп серт бердім. Сен кезіктің, енді сертімді орындаймын дейді. Жолаушы шыр-пыр болып жалынса да, жылан көнбейді. Кенет 30 жолаушыны оның көзі шалады. Қуанған жолаушы олардан араша сұрайды. Олар жыланнан қорқып, бұл жылан алып екен. Бұған шамамыз жетпес деп кетіп қалады. Жылан жақындай түседі. Бейбақ, өлген жерім осы болды ғой дей бергенде тағы да 5 кісінің сұлбасы көрінеді. Жолаушы құтқар деп жалынады. 30-дың шамасы жетпегенде бізден не күтесің деп олар да кетіп қалады. Жылан төне түседі. Бейбақ иманын үйреді. Сол кезде бір аласа бойлы адам келе қалады. Ей жылан, мына бейбақтың не жазығы бар деп сұрайды. Жылан мән жайды баяндап, 30-дан қайыр 5 жаннан пайда болмағанда сен не істей аласың, жолыңнан қалма дейді. Аласа адам, ей жылан, жазықсыз жанға жала жаппа, өтірігіңе сенбеймін. Айтқаның рас болса, мына денеңмен кішкене сандыққа қалай сыйдың? Көз көрмей көңіл сенбейді дейді. Жылан бұлқан-талқан ашуланып, сандықтан қалай шықсам, солай сыйып та кетемін дейді де, түтінге айналып, жоғары көтеріліп сандыққа кіріп кетеді. Аласа адам сандықты тарс жауып, жыланнан құтылдың, енді жолыңнан қалма дейді. Жолаушы қуанып, айлаңды асырдың батыр, қарыздармын, жөніңді айт, кімсің дейді. Бұл жылан орынсыз айтқан өз сөзің. 10 пәленің 9-ы тілден, орынсыз сөз иесін қабады. Ақылды адам тілін буады. 30 кісі ұстамаған оразаң, 5 кісі қаза қылған 5 уақыт намазың. Құлшылыққа салғырт қарадың, олардан қайран болмады. Бірақ сен жұма сайын 7 шелпек пісіріп, кедей кепшіктерге садақа бердің. Мен өзің пісіріп таратқан шелпекпін. Сені құтқаруға Құдай жіберді дейді. Жолаушының 7 шелпегі өзін бір апаттан құтқарған екен. Енді бір аңызда 7 шелпектің қауіп-қатерден сақтайтын шарапаты былай баяндалады. Ертеде бір аңшы болыпты. Ол қыран құсты баулып, саятшылық құрады екен. Аңға шыққанда бірнеше күн жүріп, қанжығасы майланып, оралып жүреді. Бір күні ол тағы да тауға кетуге әзірленеді. Құзар шыңға ұя салатын ақиық қыранның балапанын үйіне әкеліп, баптауды ойлайды. Сапарға шығатын күні ұйқысынан шошып оянады. Бір бәлені жүрегі сезеді. Әйеліне, мен аңға шыққан мезетте 7 шелпек таратып жібер деп тапсырады. Әйелі, жарайды айтқаның болсын деп, ері аттанған кезде 7 шелпек пісіріп, көршілеріне таратып жібереді. Жұрт қабыл болсын деп күлше наннан дәм татысады. Аңшы бұдан бұрын да бүркіттің балапанын алып кетеді екен. Қыран аңшының тағы келерін сезеді. Олжа іздеп кетер кезде ол балапанын тауға аманаттайды. Бөгде біреу ұяма тиісіп балапанымды алып жатса, жартасты жаңғырттықтырып хабар берерсің. Оны құздан лақтырып көздерін ояйын дейді. Тау бүркіттің өтінішін қабыл алады. Бір шама уақыттан соң қыран ұяға келсе, балапаны жоқ. Ол аңшының алып кеткенін біліп, қатты налиды. Тауға, саған хабар жеткіз деп едім ғой. Балапанымды неге беріп жібердің деп ренжиді. Тау, мен саған хабар бергім келген. Бірақ аңшы балапаныңды алып жатқанда, 7 күш 7 жағымнан басып тырп еткізбеді. Қозғалуға мұршам болмады деп ақталыпты. 7 күлшенің шарапаты алып тауды басып, аңшыны бәледен сақтапты. 7 шелпек 7 түрлі бәледен сақтайды деген сөз осыдан қалған деседі. Шелпектің 7 болуы жайлы аңыз оңтүстік Қазақстан өңірінде жақсы сақталған. Қазғұртта өмір кешкен Ысқақ Қожа есімді әулие кісі болыпты. Ол ел жұртын адамгершілікке, арлылыққа, ізгілікке шақырып, зұлымдықтан тыйып отырады екен.
Ысқақ қожа дүниеден өткенде баласы Ысмайыл қожа әкесін жерлеп 40-на дейін бейсенбі күн 7 шелпек пісіріп халыққа таратыпты деседі. Бір күні одан біреу: «Тақсыр, неліктен 7 күлше таратасыз? Бір күлше берсе болмай ма?» деп сұрапты. 7 күлшенің сауабы 7 атаңа, одан асса 70 атаңа кетеді, ал бір күлше өз қара басыңа ғана жетеді депті. Садақаға таратылатын күлшенің 7-еуі болуында да осындай мән бар екен. Ғайса пайғамбар заманында да 7 шелпекке байланысты аңыз шыққан екен. Бірде Ғайса уағыз насихат айтып жүріп, бір ауылға жеткен екен. Ол ауылда диірмені бар бір кісі болыпты. Ол елдің бидайын тартып, ұн беретін. Бірақ оның бір қиянаты бар еді. Ол ұннан ұрлап алып қалатын. Ығыр болған халық Ғайсаға келіп: «Я пайғамбар, мына диірменші бізді тонап жатыр. Қанша ескертсек те қиянатын қояр емес. Елде басқа диірмен жоқ. Бұл диірмен көпір сияқты жалпы жұрттың игілігі үшін салынған зат еді. Соны жеке басына пайдаланып, арамдықпен байып отыр. Сен дұға ет, қиянатын қойсын. Қоймаса Алланың қаһарына ұшырасын» деп өтінеді. Ғайса: «Я Аллам, мына халықтың тілегін құп ала көр» дейді. Диірменші сол күні жолға 7 шелпек нан ала шыққан еді. Жолда оған 7 диуана ұшырасып: «Ей қайырымды жан, жәрдем ет, ашпыз, 3 күннен бері нәр сызған жоқпыз» депті. Диірменші көңілі босап 7 шелпегін шығарып: «Алыңыздар» дейді. Диуаналар оған риза болып, Алла тағала пәле-жаладан сақтасын деп бата береді. Диірменші шаруасын біткен соң үйіне қайтады. Оның көңілі оралғанын көрген Ғайса: «Бүгін қандай қайырлы іс жасадың?» деп сұрайды. Ол: «Жолда 7 диуана кездескен, тамақ сұрады. Әйелім пісірген 7 шелпек бар еді. Бәрін сол пақыр жандарға бере салдым» дейді. Ғайса: «Қоржыныңды ашшы» дейді. Қараса, қоржында 7 жерінен бөлініп қалған жуан қара жылан жатыр екен. Ғайса өлген жыланды диірменшіге көрсетіп: «Сенің жұртқа істеген қиянатың үшін Алла саған зауал жіберді. Қара шұбар жылан сені шағып өлтірмек еді. Бірақ сен дәруіштерге садақа беріп, бір пәледен аман қалдың. 7 шелпек жыланды 7 жерден кесіп өтіпті. Енді жамандықтан тыйыл, қиянат жасама» дейді. Содан бастап диірменші арам әрекетін доғарыпты. 7 шелпек пісіріп, садақа таратуды әдетке айналдырыпты. 7 шелпек таратып, сауабын әруаққа бағыштау туралы «Қиямет ахуалы» деген ескіше кітапта да баяндалады. Кітапта: «Басқан күні бір жұманы таңында-ай, әруақтар хақ ізінімен келер мұнда-ай. Дүниеде мекен еткен үйлерің ішкеріге есігіне барып тұрғай. Айтады өз лебізін қылып нала, садақа үзім нанды бергін маған. Бұл күнде баршасына мұқтажым бар, дұғадан мені елеуіз тастамаңдар» деген үзінділер бар. Насафидің Мауази деген кітабында бейсенбі мен жұба күндері 7 күлше таратқанның сауабы мол деп жазған. Қызылорда өңірінде 7 шелпекте 7 әулиенің шарапаты қасиеті бар деген түсінік кең тараған.